Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қарағандылық полиция қате салынған екпеден көз жұмды. Қарағандыдағы облыстық клиникалық ауруханада дәрігерлер науқастың цеф3 препаратына қатты аллергия бар деген сөзіне назар аудармай екпе салған. Салдарынан науқас анфилактикалық шок алып көз жұмған. Қайғылы оқиға 8 қарашада болды. Бұл туралы Патриот телеграм арнасы хабарлады. Марқұмның туыстары оқиғаға қалай болғанын айтты. Аға мемлекеттік қызмет порты арқылы жоспарын науқас ретінде түсті. Оған геморройды алып тастау үшін ота жасалуы керек еді. Ол дәрігерлерге цеф3 препаратына және новокаинге аллергиясы барын айтты. Дәрігерлерінің білегіне осы препараттарға аллергиясы барын білдіретін көк түсті жапсырмалы бар білезік таққан. Бірақ медбике ағамның палатасына кіріп цеф3 салған. Төрежан қызарып тұншығып қайтыс болды, дейді марқұм Төрежанның ағасы Арман Мақашев. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.